Сәлем достар, бүгін біз қырыққабаттың пайдасы мен зияны туралы айтатын боламыз. Шын мәнінде қырыққабаттың көптеген түрлері бар. Олардың арасында гүлді қырыққабаттар, брокколи, Қытай қырыққабаттары және қырыққабаттар бар. Ең көп тараған және көптеген түрлері бар, Тіпті ежелгі гректерде қырыққабаты асқазан жарасын, бауыр мен өкпе ауруларын емдеуге қолданылған. Әрине, қырыққабаттың артықшылығы да одан көптеген дәмді тағамдар дайындауға болатындығында ғана емес, бұл қырыққабатта көп мөлшерде аскорбин қышқылы бар. Ол С дәрумені. С витаминінің көп бөлігі жаңа қырыққабаттар жапырақтарында болады. Бірақ уақыт өте келе сақтау кезінде көп мөлшері айтарлықтай төмендейді. Сонымен қатар, егер сіз қырыққабатты ашытатын болсаңыз, онда С дәрумен Р дәруменінің мөлшері азайып қана қоймай, едәуір ұлғаятын болады. Қырыққабатты қолдану көптеген ауруларды емдеуге арналған дәрі ретінде белгілі. Қырыққабат шырынының көмегімен тіпті алыс ата-бабалар асқазан және оның екелі ішік ойық жарасын емдеді. Қырыққабатта көмірсулар аз, сондықтан қант диабетімен ауыратындарға жиі ұсынылады. Қырыққабат жапырақтарынан зардап шеккен аймақтарға компресс қолданып, оны іріңді арылады. Қырыққабат артық салмақпен күресуге өте қолайлы. Қырыққабаттың артықшылықтары: оның құрамында семіздік дамуы. Қырыққабат шаш күтімі ретінде ұсынылады. Қырыққабаттың қолдану оның шырынының тамырларын нығайтатын және де шашқа тірі, сау, жылтыр беретін арнайы маскалар үшін негізгі комплементтердің бірі болып табылады. Алайда қырыққабат зиянды болуы мүмкін. Асқазанның қышқылдығы жоғарылаған, асқазанның ойық жарасынан, ішек спазмынан зардап шегетін адамдар үшін қырыққабат қарсы. Мұндай жағдайларда қырыққабат ішектің, асқазанның шырышты қабығына тітіркендіргіш әсер етеді. Бұл ауызсұндыруды жоғарылауына әкеледі. Сондай-ақ қырыққабаттың зиянды іш қуысы мен кеуде қуысында операциядан кейін және де науқаспен бүйрек ауруларымен ауыратын науқастарда болуы мүмкін. Мәселен, мұнда қырыққабат тұз көп, ал ол өз кезегімен суды ұстап, ісіну мен гипоксиялық дағдарыстарды тудырады. Кез келген шөптен жасалған өнім сияқты қырыққабатты да жеп, оның қасиеттерін, әсерін біле отырып қолдану керек. Сонда ода пайда да болады және қырыққабаттың зияны да болмайды. Достар, егер сіз каналым қызық болса, лайк басып мені қолдап отырыңыздар. Сау болыңыздар.